Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде маңызды мәселе. Баршаңызды келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі біздің көтергелі отырған тақырыбымыз, қозғағалы отырған тақырыбымыз ұлттық спорт қол жетімді ме деп аталады. Өте өзекті тақырып. Қазіргі таңда шынында ұлттық спорт қаншалықты қол жетімді және қайда барып үйрене аламыз, қай жаққа барып қатыссақ, өзімізді шыңдасақ болады деген мәселелерге жауап береміз. Әзірге студиямыздың қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін. Сәрсенбай Шоқанұлы ағамыз жамбы ату спортының жаттықтырушысы, сондай-ақ садақ ату және бес қару маманы Данияр Байдаралы ағамыз. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді бірден сұраққа көшсек аға. Жалпы ұлттық спортымыз қол жетімді ме деп жатырмыз ғой. Ұлттық спорттың қол жетімділігіне келмес бұрын алдымен осы спортымызды тізіп алайықшы. Қандай спорт түрлері бар қазіргі таңда дамып келе жатқан? Қайсысын атап айта аласыз? Енді бұл жерде ұлттық спорт және ат спорты деп айтсақ дұрыс болатын сияқты. Өйткені ол ұлттық спортта атпен айналысып неғылатын спорттар бар, және атсыз айналысатын спорттар бар. Енді қазіргі уақытта ат спорты жақсы дамып келе жатыр ғой. Ол енді көкпарды барлықтарыңыз білесіздер. Көкпар бар, аударыспақ бар, теңгелеу бар, бәйгесі бар дейсіз. Содан кейін бәйгесі бар. Бұлардың Қазақстан Республикасында чемпионаттар өтеді. Бұл бір жүйеге қойылды. Енді енді сонымен қатар ұлттық спорт жаңағы біздің қазақша күресіміз, тоғызқұмалақ, жаңағы енді ат спортында садақ пен жамбыны қалдырып кетіппін. Мынау сонымен қатар жаңағы көптеген 1001 ойын бар екен жаңағы. Анау тақия алыспақ, ұшты, сонан кейін жалпы ұлттық ойындарды алғанда, ұлттық ойындар 1001 ойын бар екен. Оған арнайы оқулықтар бар. Кәдімгі үйрететін бе сол ойындар? Енді бұл қазір енді бұрын мектеп бағдарламасында 12 сағат жаңағы ұлттық ойындарды өтетінбіз. Жаңағы арнайы мұғалімнің мүмкіншілігіне байланысты. Қазіргі кезде енді жылда өзгерістер болып жатыр ғой. Содан жаңағы ұлттық ойындарды біресе алып тастайды, біресе қосады. Сондай жағдайлар болып жатыр. Бірте-бірте мектеп программасын қалып бара жатқан сияқты бұл ұлттық спорт түрлері ойындарын үйрету деген сияқты. Енді ұлттық ойындар дегенде бұл мектеп бағдарламасына енгізу үшін міндетті түрде кадр керек қой, оны кадрлары шешеді. Соны арнайы дайындайтын жоғарғы оқу орындары өте аз. Бар оқу орындарындағылар кейбіреулер қайттан жауып қойып, басқа салаға ауыстырып жіберіп жатқандар. Саусақпен санарлық қана жоғарғы оқу орындары бар, мамандар дайындайтын. Маман тапшы, жетіспейді. Жақсы түсінікті. Енді Данияр аға, ұмыт болған қандай ұлттық спорт түрлері бар қазір? Қандай ұлттық ойындарымыз бар? Жалпы менің жағымнан деген, мен бес қару танушымын, садақ ату танушымын. Көптігі ережелгі спорт, ұлттық спорт түрлері, олар жауынгерлік өнеріне байланысты болған. Соның ішінде мысалға бірнеше түрлері жекпе-жек болған. Спорт ретінде, соғыс ретінде емес, нақты спорт ретінде. Мысалға найзаласу, қылыштасу, садақ ату, олардың бәрі жекпе-жек ретінде өткізген. Мысалға деректерден оқысақ, кез келген үлкен мейрамдарда, мерекелерде осындай жекпелер өткізген. Мысалға осындай бізде жазбалар қалған. Бір мейрамда найзаласу жекпе-жектен жарысы өткен. Жеңімпаз 10 адамды аттың үстінен найзамен, доғал найзамен аттың үстінен түсіріп алды жерге. Бір-біріне ешқандай зиян қылдырмай, ешқандай жара нетпей, жай осындай бір-бірін жарақаттамай, сондай жоғары өнері аттан адамды жерге түсіріп, оған ешқандай зиянын қылдырмай. Бір жағынан дайындық, бір жағынан ойын. Өте жоғары деңгей, жауынгерлік өнерінің өте жоғары деңгейі.
Сосын садақ атудан бірнеше ату түрлері де болған. Мысалы, енді мынау қазір біздің спорт ретінде жамбы деп еніп, уже бірнеше жыл болды ғой осы жамбымен айналысып келе жатырмыз. Негізі дәстүрлі садақ деген, дәстүрлі садақ оның екі түрі бар жаңағы. Жерде тұрып ату, сосын аттың үстінде тұрып ату. Біз енді аттың үстінде тұрып, аттың үстінде шауып келе жатып атуды жамбы дедік. Ол жамбы атудан басқа қалқан ату, соның кейін жаңағы биікке қойып белгілі бір нелерді аттың үстінде ұстап тұрып, сондай әр нәрселерді атып, бұрынғы кезде жауынгерлік өнерді спортқа айналдырып отырған. Ал енді сондай біздің жадымыздан өшіріліп қалып кеткен көптеген біздің көне ұлттық құндылықтарымыз бар. Енді қазір осы мынау 2014 жылдан бері мына жамбы атуды дамытып келе жатыр ғой. Оның өзі жаңағы енді қарасаң, бұның пайдасы өте үлкен, көп. Сонымен қатар жаңағы мынау жалғыз жамбы ату емес, қалқан ату, нысан ату, сондай түрлерінде қазір енгізіп, содан халықаралық жарыстар өтіп жатыр. Біздің мемлекетімізде ғана осы өте кенже дамыды. Ал басқа мемлекеттерде үзілмей келе жатқан. Кореяда, Турцияда, Венгрияда халықаралық жарыстардың бәрі өтіп отырған. Біз енді ілесіп келе жатырмыз. Бірақ сол осы уақыттың ішінде, шамалы уақыттың ішінде халықаралық жарыстарға қатысып, сол әлем чемпионы болған Абзал Тұрлыбек, сол сияқты біздің балалар бар. Біз ол нені білдіреді? Біздің балалардың өте жаңағы қалай десем, дарынды, талантты, біздің жалпы қанымызда бар нәрсе ғой бұл, біздің ата-бабамыздан келе жатқан. Бұл бізге бір жаңалық емес екен, соны дәлелдеуге болады да. Иә. Шында да бұл бір мергендік деген нәрсе өзі қазаққа тән, жалпы қанында ғана ойнаған бір сондай ұлттық құндылықтар ғой, рухани. Енді осы бір ұлттық ойындарымыз, жалпы ұлттық спорт түрлері, осыны бір кішкене бала кезден бастап біліп өсу, осыған жақын болу қаншалықты пайдалы? Жалпы бұл спорт түрлерінің маңызы қандай қазақ үшін? Осыған бір тоқталайықшы. Баланы неге үйретеді, неге шыңдайды бұл? Енді біздің тура қазіргі уақытта ұл балалардың қыз балалардан айырмашылығы өте аз болып тұр. Кәдімгі ер жігіт сияқты балалар азайып кетті. Ал енді бұл мынау садақ ату деген жауынгерлік өнер ғой, балаға рух береді. Адам өзінің мақтаныш сезімі туылады, патриоттық сезімдері оянады, өзіне деген сенімділік пайда болады. Бұның беретін пайдасы ұшан теңіз. Сонымен қатар ойлау қабілетін, тез шешім қабылдау қабілеттерін дамытады. Енді қарап отырсаң, мынау мен гимнастикада айтам, бұл жерде ішкі түйсік арқылы көп нәрсені ішкі түйсікпен жасайсың. Мына шауып келе жатып жамбы ату дегенде, садақ ату дегенде жаңағы оның басқа бір сезімдерін оятады. Ол жерде уақыт жоқ, дәлдеп тұруға, атпан шауып келе жатып. Бұны ішкі түйсіктің дамуы, қол мергендікті дамыту арқылы осы нәтижеге жетеді. Бұл көптеген бұйығып, жасырынып жатқан баланың бойындағы қабілеттерін дамытады. Жалпы ер азаматқа тән қасиеттерді бойына дарытады ғой, былай айтқанда, соған шыңдай түседі. Осы бір қай-қай спорттың түрін алып қарамасақ та, мысалы ұлттық спорттарымыздың арасында. Енді Данияр аға, мысалы қазақтың жаңағы баяғы батырлары ер жүрек болған деп жатыр ғой, шынында. Бір-екі мысалын келтіріңізші, қандай болған дегенше, қандай қасиеттері болып еді? Жалпы былай заманауи терминдермен айтсақ, батыр деген ол спецназ, иә? Ол 5 қаруны білу керек еді. 5 қаруға қандай қарулар жатады? Ол қашықтыққа байланысты және қолдайтын тәсіліне байланысты категориялар бар. Мысалға, ең алыстан жететін, тиетін қару әрине садақ пен оқ. Ол қашықтықтан жететін қару. Одан кейін жақын арадағыдан ең ұзын деген найза, келесі қашықтық. Одан кейін қылыш, сапы секілді қарулар,
айбалта деген бар, шоқпар, гүрзі. Сосын ең жақын арадағы ол қанжар мен пышақ деген қарулар келеді. Сол кез келген батыр олардың бәрін білу керек те ұстаз. Иә. Сосын қарапайым да жауынгерлерде олардың бәрін негізгі деңгейін білу керек. Мысалға, осы 5 қаруды қолданатын. Сол деген бұл да біздің халқымыздың несі дәстүрлі жадыгері, осы 5 қару деген системасы, жүйесі. Сосын мына система ол көне заманнан қалған. Былай айтқанда, ол кеш қола дәуірінен, ерте темір дәуірінен бастап, ол деген біздің заманға дейін 1-ші мыңжылдық. Сол кезінен бастап, осы 5 қару жүйесі құрастырылды. Сосын орта ғасырларда көне түркілер, қыпшақтар, сосын қазақ хандығынан өткен ерте 20-ші ғасырға шейін қалған осы система 5 қару. Сол үшін мысалға біздің балалар қолына садақ алғанда, оқ алғанда, қылыш сап алғанда, олар деген тікелей тарихына қол жетеді да, тікелей тарихынды сезеді қолымен. Бұл қандай нелік, бұл қандай ұлттық құндылықтарын бір түсінеді ғой. Тани түседі. Енді жаңа 5 қаруын сайлап, соны 5 қаруды толық меңгеру керек деп жатсыз ғой. Бірақ енді бұл сол ата-бабамыздың кезіндегі жаугершілік заманда, сол жаңа 5 қаруы сайланып өзімен бірге жүруі деген сияқты, соны меңгеруі, қандай-қандай бір жау шауып қалған жағдайда дайын болу, сақ жүруі деген сияқты нәрселер ғой. Енді қазіргі таңда жаңа аға өзіңіз айтып жатсыз, ер азаматтардың бір ерге тән, азаматқа тән қасиеттер бойынан жоғалып бара жатыр, өшіп бара жатыр, бір қыздың қылығы көріне бастады бойынан дейсіз. Осы орайда жаңа 5 қаруды қолына беріп қоймасақ та, енді қазіргі таңда суық қару болады ғой ол біздің заманымызда. Бірақ ер азаматтарды сондай бір ерлік, жігер күш, қайрат беру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Осы елбасшының ұлы даланың 7 қыры деген мақаласы шыққан болатын. Ол арнайы бағдарлама енгізілген болатын. Бізде сол жақсы бағдарламалар іске аспай қалып жатады ғой. Осы соның ішінде атқа міну мәдениеті деген бар. Бұл өте біздің қазақ болып қалыптасуымызға жылқының атқарған рөлі өте үлкен. Біз жылқыға әлі қарыздармыз. Біз соны өз деңгейінде әлі бағалай алмай жатырмыз. Біздің нағыз қазақ болып қалуымызға әлі де жылқының атқаратын рөлі өте үлкен. Сондықтан ұлдарымыз мықты азамат болып қалыптасу үшін атқа мінгізу керек. Атқа мінгізу үшін оны мектеп бағдарламасына енгізу керек. Мектеп бағдарламасында 5-ші сыныптан жоғары сыныптардың арасында ұл мен қыздарға 2 бөліп өтеді. Қыздар бір бөлек, ұлдарға бір бөлек. Дене тәрбиесі, дене шынықтыру. Сол мектеп бағдарламасына енгізіп, ұлдарды атқа мінгізіп үйретсе, оның рухы жоғары болар еді, мықты азамат болып қалыптасар еді. Ол ешкімге жаңағы жуарақта басын имейтін азаматтар болар еді. Деп ойлаймын. Жақсы түсінікті. Соған қосуға бола ма? Айта беріңіз. Былай қарағанда 5 қару секілді ұлттық спорттары, ол мысалға салқын қаруға осындай нәрсеге жатпайды. Ол деген дәстүрлі нәрсе. Мысалға былай салыстырсақ, Жапонияда самурай бар, кендо бар, карате бар. Олар тек қана қолымен, аяғымен емес, қарулармен де айналысады. Бірақ ол салқын қаруға жатпайтын, ол дәстүріне, тарихына жататын нәрсе. Қазір енді қанжар ұстап жүрсе қолымызға көшеде? Жоқ, олай болмайды. Ол деген жаныңды алып жүрмесе де меңгеру керек дейсіз ғой ол. Бізде заңы бар. Салқын қару туралы бізде заңы бар. Осы заңға сәйкес дұрыс бәрін, осы заңның ережелерін бәрін есімізде сақтап, заңды түрде оның бәрін жасауға болады. Суық қарулар да? Ол жатпайды. Мысалға,
фехтование бар ғой? Иә. Спортивный фехтование, спорттық. Ол да ережелгі заманнан келген жауынгерлік өнерінен шыққан заманауи спорт, бірақ ол сақ, ол ешкім ана жерде ешкімді өлтірмейді, әрине, Құдай сақтасын. Ол деген денесін дамытатын, миын дамытатын нәрсе. Мысалға, жекпе-жекке шыққанда біз қалжыңдаймыз. Жекпе-жек деген не? Ол деген жылдам шахмат сияқты, сен ойлайсың. Блок, соққы, анау-мынау, ол деген миынды өте жақсы дамытады, денесінде өте жақсы дамытады. Сол үшін ол спортқа да жатады, дәстүрге де жатады, мәдениетке де жатады. Осындай қасиеттері бар осы спорттардың. Жақсы түсінікті. Енді мысалы мен өзім бірнеше ата-аналардан естідім, баласын осындай бір ұлттық спорт түрлеріне үйірмеге қатыстырғысы келеді екен. Бірақ енді алып қараса, біздің енді жалпы осы Алматы облысын алып қарайықшы, Алматы облысы, Алматы қаласын. Басқа спорт түрлерінен үйірме көп. Мысалы таеквондо болсын, карате болсын, басқасы болсын, бокс болсын, спорт түрлері көп та. Бірақ енді осы садақ атуға келгенде, жаңағы бес қаруды үйрететін үйірмелерге келген кезде, болмаса атқа міну деген үйірмелерге келген кезде тапшы. Қайда барарын, кімге жүгінерін білмейді. Осы орайдағы қандай үйірмелер бар, қай жерде? Осыны бір айтып өтіңізші. Іздеген ата-аналар баласын қай жерге барып үйірмеге қатыстырса болады? Енді қазіргі мына ұлттық спортқа келгенде біздің олимпиадаға енбеген спорт ретінде қарайды да, бұған немқұрайды қарайды. Өз деңгейінде дамыту үшін мен өз ойым. Мысалы, Алматы қаласында бір ғана ұлттық спорт мектебі бар. Ол сондай үлкен қалаға бір спорт мектебі деген не ол тұрады? Әр ауданда бір спорт мектебі тұрса, соның өзі аз. Тура сондай жағдай облыстарда. Енді қазір Алматы облысында қазір Құдайға шүкір спорт мектебі, ұлттық спорт мектебі ашылып жатыр. Енді сол сияқты оның өзі аз. Әр облыста емес, әр ауданда бір екі спорт мектебі болса, сонда жаңа қанағаттандыру мүмкін. Оның өзі аз. Енді қазіргі жағдай қандай болып тұрған өзіңізде байқап отырған шығарсыз. Бұған әрбір мен қазақпын деген адам атсалысу керек. Осы өзінің ұлының ұрпағының тағдырына немқұрайды қарамайтын адамдардың бәрі осыған атсалысу керек. Енді кейде бір мына айналдырған кішкентай ғана Қырғызстанда мына жаңа ұлттық ойындардан жарыс өтсе, көкпарын өтсеңде ипподромда адам толып отырады. Жаңағы садақ атудан әр ауданнан жиналған садақшыларды көрсең, өзің бір қынжыласын. Неге бізде сондай емес деп. Олар да сол біз қатарлы жаңағы осы әлемдік аренаға шығып жүр жаңағы. Осы ұлттық спорт түрлерінен. Ал енді қазіргі заман дамып тұрған кез ғой. Мысалы, ұлттық спорт өту үшін да даму үшін оған материалдық базалар керек. Енді менің білетінім, мен енді осы ұлттық спортта бірнеше жылдан бері келе жатырмын. Қателессем кешіріңіздер. Ақтөбеде жаңағы арнайы қыстың күнінде айналысатын манеж бар. Оңтүстік Қазақстанда бар манеж, Алматыда бар. Енді басқа облыстарда бар деп естіп көріп, мен енді республикалық жарыстарға қатысып жүрмін. Сонда жаңа басқа облыстарда бар деп естіген емеспін, көрген емеспін. Бұл деген не? Саусақпен санарлық. Енді ұлттық спортқа қандай көңіл бөлініп жатқан осыдан ақ байқауға болады. Ең бірінші жаңағы кез келген нәрсемен айналысу үшін материалдық техникалық база керек. Соның кейін ары қарай результат бола береді. Кадр керек. Қоссам бола ма? Иә. Мысалға, сіз бокс туралы, таеквондо туралы айттыңыз, бұл әлемде жақсы дамытылған, көп адамдар білетін спорттардың түрлері. Ал біздің ұлттық спорттың түрлері, олар тек қана аз адамдарға, тек қана аз адам сол туралы білетін Қазақстанда. Сол үшін мүмкін
егерде реклама болса, соған жарнаманы күшейтуіміз керек қой. Иә. Содан несі өседі, қызығу өседі сол ұлттық спорттарға. Себебі мысалға қазір бүкіл әлемде осы бес қаруға қызығу өседі жылдан жылға дейін. Мысалға Ұлыбританияда, ақш-та, Еуропада, Түркияда, Жапонияда адамдар күнде қазір мысалға киіз үйлер сатып алады адамдар. Шарбағында қояды, иә. Бес қарумен айналысады, садақ атумен. Біздің садақ, салт атты садақпен, азиялық садақтарды айтып атырмын. Ал бізде ондай жоқ. Бүкіл әлемде бар, Қазақстанда ғана жоқ. Монғолияда бар, Қырғызстанда бар, Башқұртстанда бар, Түркияда бар. Біздің көршілерімізде, түркі тілдес халқыларда ол деген бар екен нәрсе. Ал Қазақстанда сәл жетпейді. Мен толықтыра кетейін. Енді мен тура осы жамбатумен айналысып жүргеннен кейін, осы салада қызмет етіп жүргеннен кейін, бір жанды ауыртатын нәрсеге тоқталып кім кеп тұр. Қазіргі кезде мынау садақпен айналысу үшін Қазақстанда садақ жоқ бізде. Қазақстанда садақ жасайтын саусақпен санарлық қана өзі фанатиктер ме қалай? Ұстаздар бар жаңағы. Мынау Алмас Сүлейменов сияқты Алматыдағы, Мұрат Ғабдысалимов Атырауда, Руслан Ашимов туралы Астанада. Бұлар қолмен жинайды. Қалай айтсам? Шеберлер. Бұлардың садақтары 4-5 айда бір садақ жасайды. Ұзағы уақытта жасалатын. Неге ондай? Соның кейін жеке қолмен ұзағы уақыт жасалғаннан кейін бұлардың садақтары қымбат болады. Өнер ғой, бұл өнер ретінде. Ал енді бұл ол қолды бар өнерін салып жасағаннан кейін ол қымбат тұрады, және ұзағы уақыт жасалады. Ал енді оны жаңағы бір конвейерге қойып, жаңағы шетелдегі сияқты садақтарды фабрикалар сияқты шығаратын бізде жоқ ондай садақтар. Ең ақырғы оқтың өзі жоқ. Біз қазір міне оқты Турциядан аламыз, Венгриядан аламыз, Кореядан, Россиядан аламыз. Кәдімгі жаттығу үшін. Жаттығу үшін. Садақты да тура сондай жаңағы басқа шетелдерден аламыз. Өйткені қол жетімді емес. Осыны дамыту үшін міндетті түрде садақта, оқта өзімізден шығып атса, онда да жаңа дамудың бір кепілі болар еді ғой. Дұрыс айтасыз, иә. Қосылам. Енді осы бір жаңа айтып жатырмыз ғой, ұлттық спорт түрлерін, ұлттық спорт ойындарымыз, мына ұлттық ойындарымызды кеңінен насихаттасақ, көбірек жарнамаласақ, сонда бір кеңінен тарап адамдардың осыған бір қызығушылығы арта түсетін шығар. Енді оған жарнама жасайтын ол сіз бен біз ғой. Шынында жүрген жерімізде жаңа ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық спорт түрлерін жарнамалап жүрсек, болмаса үйдегі ұл-қыздарымызды іздеп барып, алыс демей, жақын демей, соған бір баулып өсірсек, сонда ол да бір қазақ салтына, дәстүріне, етіне жақын болып өседі ғой деп жатқан. Ендағы осы тұрғыда жалпы маған ғана емес, басқаларға да қызық деп ойлаймын. Осы садақ ату, жамбы ату спорт түрлері. Оған арнайы бір өнер керек па садақ ату үшін? Мысалы, кейбіреулер тек мергендер ғана садақ ату керек дейді. Арнайы іріктеліп алынып. Енді дүниеге келгенде баланың енді дарынды, талантты балалар дейміз ғой. Солардың енді мен тура айта алмаймын қанша процент екен. 4-5% қана дарынды болып туылады. Қалғанның бәрі еңбектену арқылы келеді ғой. Ал енді кез келген баланы үйретуге, жақсы ұстаз болса, кез келген баланы үйретуге болады. Қолына түк келмейтін бала деген болмайды ондай. Егер дүниеге келе салысымен баланы суға жіберсең жүзіп кете береді екен ғой. Тура сол сияқты үйретсең, жаңағы қол алға алып кетеді. Сондықтан оған тек қана енді қараңыз, кез келген нәрсені өзінің маманы істеу керек та. Біздің жарнама біздің мамандығымыз емес. Біздің мамандығымыз балаларды жаттықтыру. Оны жаңағы қазіргі балалар телевизор көрмейді. Қазіргінің бәрі интернетте отыр. Интернетте жаңа блогер дейміз ба, солар жарнама жасау керек.
тура осы жамбатумен, ат спортымен айналысқысы келетіндер өте көп. Бірақ жаңағы біріншіден мүмкіншіліктері болмайды, екіншіден жаңағы шалғай орналасқан аз жерде. Сол мүмкіншілік жоқ, былайша айтқанда. Өзіңіз жаттықтырып жатсыз ба қазір балдарды? Иә, Қай қазір жерде орналасқан? мен осы жаңа жылға дейін 2014 жылдан осы жаңа жылға дейін осы Алматы қаласының жаттықтырушысы болып істедім Жамбатудан. Алматы қаласында, иә? Енді қазір Алматы облысында Қарасай ауданында ұлттық ат спорт мектебі ашылды. Сол ұлттық ат спорт мектебінде Жамбатудан жаттықтырушы болып жұмыс істеп жатырмын. Данияр аға, мысалы, жаңағы ағамыздың айтқан сөзіне қосыласыз ба? Садақ ату үшін қандай бір өнер керек па? Өзіңіз мерген болып тудыңыз ба, әлде келе-келе үйрендіңіз ба? Жоқ, жалпы мысалға айтады ғой, 1% дарынды болу керек, 99% еңбек, теріден, терлеуден шығады, пайда шығады. Сондай да бар. Кейбір балаларда қабілеті болады дейсіз. Шынымен де осындай қасиеті бар, қабілеті бар. Құдай берген қолына алады да тура ата бастайды, Енді осы жерде нысанаға дәлдеу үшін, маған қызық, нысанаға жаңағы дәлдеп тұрып, дәл тигізу үшін қалай атасыздар мысалы садақты? Сол қызық маған. Жалпы бола ма? Айта беріңіз. Жалпы екі түрлері бар, дәлдеудің. Бір түрі ол сен дәлдейсің. Оның ішінде де бірнеше түрлері бар. Екінші интуитивтік дейміз. Оны дәлдемей, жай нысанға қарайсың да, оқты ішінен сияқты сезімен жібересің да, ол да тиеді. Осындай екі түрлері бар. Кейбір енді кісілерді қарасаңыз, жаңағы көзін байлап қойып, нысанаға дөп тигізіп жатады ғой, дәлдеп тұрып. Болады. Жаңа ішкі сезіммен, ішкі түйсікпенен ғой бұл. Интуициямен, Керемет. Енді аға жаңа айтып жатырмыз, жарнамасы аз деп жатырмыз. Осы орайда ұлттық спортты қайта бір жаңғырту мақсатында қандай жағдайлар жасалып жатыр? Қазір сіздердің тараптарыңыздан болсын. Енді тағы да мен осы бір адам еш нәрсені шеше алмайды бұл жерде. Бүкіл халық болып қолға алған кезде солдан нәтиже шығады. Енді тағы да айтамын мен, мына Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді. 18 жасқа дейінгі балалар арасында бір рет өтеді, жылына бір-ақ рет. Содан кейін жастар арасында 22 жасқа дейінгі жастар арасында бір рет өтеді. Ересектер арасында бір рет өтеді чемпионат. Бұл аздық етеді. Жылына бір-ақ рет өтеді деген не деген нәрсе? Осыны көбейту керек. Ол бала жарысқаннан кейін ол қызығушылығы артады одан кейін. Өзінің еңбегінің нәтижесін көргеннен кейін одан бетер ынталанып жаттығулар жасайды. Тағы да кеп қаржыға кеп тіреледі. Негізі баланың болашағы үшін қаржыны аямау керек. Бұрынғы инвестиция құю керек. Бұрынғы Совет мемлекетінің бір жақсы несі бар еді, барлық жақсы балаға деген. Қазір біз балаларды ұмыттық қой. Ойлаймыз жаңағы. Қазіргі енді мен өзім мектепте де істеймін. Жаңағы осы жаттықтырушы болып та істеймін. Қазіргі сол балалардың ата-аналар балам дене шынықтыруға қатыспай қойса деген ойда. Білім алса болды деп. Егерде оның денсаулығы жоқ болса, оның білімінің құны бес деген ғой. Ал енді егерде оның ағзасы шыныққан болса, ол мына ең бірінші мына дене шынықтыру деген бұл адамның ойлау қабілетін, миын жетілдіретін ең бірінші құрал ғой. Ата-аналарға осыны жеткізу керек. Жақсы оқу үшін спортпен айналысу керек. Ол міндетті түрде спортсмен болсын демейміз. Бірақ өзінің денсаулығын жақсарту үшін спортты серік ету керек. Енді алысқа бармай-ақ мына Қытайды алайықшы. Біз сол деңгейге жете алмай жатырмыз ғой. Бізде аптасына 3 рет балалар жаңағы дене тәрбиесімен айналысады. Ал Қытайда аптасына 5 рет дене тәрбиесі бар екен. Бағдарламаға енгізілген. Басқа да мемлекеттерде бар сондай. Сондықтан біз өзіміздің балаларымыздың болашағын ойлайтын болсақ, оларды осы спортқа баулуымыз керек, бағыттап отыруымыз керек. Соны қолдап отыруымыз керек. Аға, федерацияңыз туралы бір-екі сөз айтасыз? Енді сол жайында аз-маз сөзіңіз бар? Мынау ұлттық спортты дамыту үшін сонымен қатар оның
федерациялар бар. Сол федерацияларды көбірек ашу керек. Енді қазіргі кезде ол мынау спорт комитеттің жұмысын ары қарай істеп көмектесетін ең бірінші федерация ғой. Қазір сол біздің федерациялар ашуға көптеген адамдар ЮСИСАдан ашып алды, бірақ аккредитация өте алмайды. Бұны қалай түсінсем болады? Сонда жаңағы қандай мақсатпен жаңағы қолдау көрсетпейді. Бұл федерацияларды ашқанға қуану керек қой, қайта ол көмекші, олар жұмыс істеп жатады. Жаңағы ол да жаңағы спорт комитеттің бірден бір көмекшісі болып табылады. Сондықтан федерациялардың жұмысын жандандыру керек деп ойлаймын. Бір-екі сөз қосайын. Жалпы позитивтік жағынан, шынымен де бірнеше федерациялар бар. Мысалға, Салсері. Мен Салсері этноспорт федерациясын ашқам. Бірақ аккредитациядан өте алмадым. 2 жыл болды өте алмайым. Сосын Дешті Қыпшақ федерациясы Алматы қаласында. Астанада Садақ ату, Енді мынау қазір дәстүрлі садақ дегенді бізде сәл, мен өз ойым, дәстүрлі садақта жерде ату бар, аттың үстінде ату бар. Соны жаңағы құстың қос қанаты сияқты ғой. Бізде жаңағы жерде ату, садақтың жерде ату несі әлі реестрдан өткен жоқ. Спорт деп танылған жоқ әлі біздің Қазақстанда. Садақ ату өнері ма? Садақ, жерде тұрып садақ ату. Ал аттың үстінде жамбы ату, ол жаңағы не? Реестрға еніп спорт түрінде қабылданды. Ал дәстүрлі садақ, жерде тұрып ататын садақ әлі күнге дейін жаңағы реестрға енген жоқ. Мен білетін егердем не бойынша, ақпарат бойынша. Бірақ онда қалыс қалдырмау керек дейсіз ғой, қатар ұстау керек қой. Екеуі қатар дамыту үшін құстың қос қанаты сияқты ғой. Ол бірден сен аттың үстінде үйретпейсің ғой. Садақ атуды жерден тұрып атуды үйретесің. Сонан кейін барып атқа көшесің. Осындай сәл олқылықтар бар деп өз ойым менің бұл. Менің өзім пікірім, жеке пікірім. Бір-екі сөз қоссам, қозғалыстар бар екен. Бірнеше қадамдар жасалынған осы күнге шейін. Осы федерациялар бар, энтузиастардың саны көбейіп жатыр күнде-күнде. Жастар қосылып жатыр. Біз деген мысалға түсіндіретін жұмыстарын өткіземіз. Мен бір-екі кітап жазғанмын сол туралы. YouTube каналым бар, қазақша, ағылшынша. Басқа адамдар да қосылып жатыр, әлеуметтік желілер арқылы білімді таратылып, көрсетіп, өнерімізді көрсетіп, адамдарды шақырып, осындай жұмыстар өткізіліп жатыр қазір. Бірақ ол қазір бәрі энтузиастардың арқасында көптігі өтіп жатыр. Қазір ол сондай деңгейінде. Енді осы ұлттық спортымызды жаңғырту үшін, кеңінен насихаттау үшін, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген сияқты, жалғыз өзімнің қолымнан ғана келмейді. Барлығымыз бірігуіміз керек, атсалысуымыз керек деп жатсыз ғой. Нақты енді кімдердің тарапынан бұл жерде жаңағы халық болып, бір жылдықтай жұмылып, бірлесе атсалысуымыз керек пе, әлде мемлекет тарапынан да көмектер болған дұрыс па? Бұл жерде енді жаңағы ол бір адам дегенде мен деп айтып отырған жоқпын. Әр облыста бір-бір жаттықтырушы бар. Бір-бір жаттықтырушы бар. Бұл енді айналып келгенде жалғыз адам дегенім бірінші әдістемелік құралдар керек. Методикалық құралдар ше? Методикалық құралдар бізде әлі жоққа тән. Сонан кейін жаңағы мемлекет тарапынан жаңағы енді материалдық база дедіміз, кадр дедік, әдістемелік құрал дедік, айналысатын спорт құралдары, осының бәрін жасайтын әр өзінің саласы болу керек, жауап беретін. Осылардың бәрін бірге алып жүрген кезде ғана бұл спорт дамиды. Ал енді бір саласын дамытып, бір саласын жауып қоя салғанда, бұл спорт еш уақытта дамымайды. Неге қазір, мысалы, өзіңізде неше оқушы бар? Қазір менде мектепте үйірмеде тізім бойынша 12 бала бар. Ал енді сол 12 баламан жаттықтырсам, мен артында оларды резерв қой,
Менде қазір жаттығатын 31 бала бар. Мен жаңағы мен 12 баланы мектептің бағдарламасы бойынша оқытам да, аналарды резервте ұстаймын. Оларға маған ешкім ақы төлемейді. Мен егердем жаңағы сол 12 баламан ғана жаттықсам, ол үзіледі. Біздің басты мақсатымыз өзіміздің білгенімізді жаңағы шәкірттерге үйретіп, мына үзіліп қалмасын. Қалдыру ғой. Енді бізде ұзақ жасамаймыз ғой. Өзіміздің білгенімізді үйретіп кету. Артта қалдыру дейсіз ғой, енді ұрпақтан ұрпаққа. Жаңа айтқым келгені, неге қызығатын адамдар аз бұл ұлттық спорт түрлеріне? Әлде бір жаңа айтып жатқанда жарнамасы шынымен аз болып тұрғаны ма? Мақұл, ол да бар шығар, бірақ сіздердің тараптарыңыздан бір қызығатындай дүние қызықтыратындай дүние болмай жатыр ма? Неге қызығушылар саны аз? Неге ата-аналар баласын бергісі келмейді? Мысалы, өзіңіздің үйретіп жатқан жаңағы жамбатуға келген оқушыларыңыз өз еркімен қызығып келді ма, әлде мына бұл жамбатуға көптеген балалар өз еріктерімен келеді. Мен Алматыда Алматыда ипподром бар. Сол жерде алғаш жаттықтыра бастадым. Ол бірінші Алматыдағы ипподром, біреудің жеке меншігі. Ол жерде де жаңағы атты ұстау үшін, жаңағы жаттығу үшін белгілі бір кедергілер бар. Жаңағы біреуді арендаға алып, сол жерде жаттығамыз. Бар мүмкіншілік жағдай жасалмаған. Енді көбінесе жаңағы қаланың ортасында жаттығатын жер болса, қаланың өзінде де көп. Бірақ жаттығатын орын жоқ қой. Қыстың күні бізде енді өзіңіз білесіз, жауын шашын, қар, сондай кездерде жаттығатын жер жоқ далада. Ол егерден бала келеді, ана жерден жаурайды, содан кейін бұндай спорттан қол үзеді. Ал егерден манеж болса, енді конкур айналысып жатыр ғой. Қазіргі современный соғылған мына көкпар тартатын ипподром жоқ. Мына мен өзім бара алмай қалдым. Қытайда Моңғол стадионы деген бар дейді. Жаңа сол жерге барып біздің Қазақстаннан команда барып көкпар тартып келді. Жаңа балалар таң қалып келеді ғой, анандай ипподромды көріп. Біздің Қазақстанда ондай ипподром жоқ. Ипподром бар, жалпы арналған жаңа бәйгеге, көкпарға бәрі бірақ ипподром. Енді біздің көкпарды осы облыс чемпионаты өтті жақында ғана. Жаңағы жаңбыр жауып тұр, көкпар тартып жатыр. Енді фанаттар ғой анау жаңағы. Енді ана жерде көрсең бір жағынан қафа боласың. Неге біздің қазіргі осындай тура дамыған заманда әлі күнге дейін біз алғашқы қауымдық құрылыстағыдай сондай деңгейде не қылып жатырмыз, өткізіп жатырмыз деп. Жақсы аға, енді осы бір спорт түрлерін мектеп бағдарламасына қосса, бұған пікірлеріңіз қандай? Мысалы, енді жаңа дене шынықтыру пәнінің орнына осы бір ұлттық спорт деп қоссақ, ол жерде жақсы, көкпар демей-ақ қойық, бір-бірімен жолысып, болмаса бір бәйге демей-ақ қойық, тоғызқұмалақ болсын, асық ату, жаңағы өзіңіз айтпақшы садақ, жамбату. Осыларды енгізсе, бұл баланы неге үйретеді? Осыған пікірлеріңіз қандай? Енді мектеп бағдарламасында ол бекерден бекер енгізте салмайды. Оны арнайы зерттеу керек. Оның қандай пайдасы бар, қандай зияны бар, сол арқылы енгізту керек. Енді ұлттық спорт түрлерінің зияны жоқ шығар? Енді бұны да жас ерекшеліктеріне қарап бөлу керек. Мен жаңа бір сөзімде айттым, егердем мына басқа спорттар, әртүрлі спорт көп қой, сол спорттарда жаңағы белгілі бір мүшелерге ғана әсер етеді. Ол әр мүшеге әсер ету үшін адамның 12 мүшесі бар ғой, сол 12 мүшесіне әсер ету үшін әртүрлі жаттығулар жасайды. Ал атқа мінген кезде сол 12 мүшенің бәріне әсер етеді екен. Енді өзіңіз атқа мініп көрдіңіз ба? Атқа мініп келгеннен кейін ол бұлшықеттеріңіздің бәрі жаңағы тартылады, жұмыс істейді, әсерін сезіне бастайсыз. Аяғыңызбен жүргенде бұрын атқа мінбеген соң жаңағы бір түрлі сезінесіз. Енді біздің бұл қалай мен атқа мінудің пайдалы екенін мен сізге қысқа немен айтайын. Біздің ата-бабаларымыз неге ұзақ жасаған? Неге өте аз аурумен ауырған? Ғылыми түрде дәлелденген нәрселер. Енді осын тоқтата салайын. Мына атқа мінудің пайдасын қандай екен біздің ата-бабамыз 100-ден асып жасаған. Көп ауруларды білмеген. Сонымен қатар, мына ипотерапия деген бар.
жаңағы балаларды атқа мінгізіп емдейтін түрі. Сол мына Өскеменде бар, Павлодарда бар, менің білуімше. Сонымен қатар осы Алматыда бар деп естідім. Бұл жаңағы ДЦП-мен ауыратын, сал ауруымен ауырып қалған, ұзақ жатқан балалардың адамның ішкі ағзасы бір ритммен жұмыс істеп тұрады. Ұзақ жатқанда сол ритмі бұзылады. Мен сіздерге қысқа айтайын. Сол жаңағы атқа мінгізген кезде 2-3 минуттың ішінде аттың ритмі мен баланың ішкі ағзасының ритмі қалыпқа келеді екен. Оның басқа пайдаларын айтпай қойын. Оның медицина түрінде көптеген пайдасы бар. Аттың адамға тигізетін пайдасын осыдан-ақ білуге болады. Дәлелденген дейсіз ғой? Дәлелденген. Ағамыз жалпы дұрыс айтқан. Мысалға тарихи жағынан еуропалық зерттеушілер, географтар Қазақстанға, Монғолияға келгенде осылай деп жазған: көшпенді халықтар көптігі ауруларын білмейді. Мысалға онкология, хроникалық аурулар болған жоқ. Көптігі тек қана мына соғыста жаралып қалған, аттан құлап қалған, хирургияға жатқан аурулар болған. Сол үшін мына сынықшылар деген секілді халық дәрігерлер болған. Амнандай хроникалық онкология, анау мына ондайлар медицина қатысы дәрігерлер болмаған дейсіз ғой? Білмеген. Керек болса шөп, саумал, анау мынау, қымыз, сосын атқа мініп жаттығылып осының бәрі жазылады. Сол үшін көшпенді халықтар өте денсаулығы өте мықты болған тарихи деректерден. Демек, осы бір ұлттық спорт түрлерін, соның ішінде осы ат өнерін дамытатын болсақ, мына келер ұрпақ, өсіп жатқан жас бүлдіршіндер дендері сау, көп ауырмайтын ұрпақ болады ғой, былай айтқанда. Көп ауыра бермейтін. Әрине. Мен мынаны басты мәселе етіп қойым келеді. Рухы жоғары адамды тәрбиелеу үшін атқа мінгізу керек. Мен ата-аналарға айтар едім жаңағы. Атқа мінуден кез келген спортта қауіптілігі бар. Көшеге шықсаң, машина қағып кетуі мүмкін. Жаңағы газдың өзінен уланып қалуы мүмкін. Тек қана жаңағы қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Сондай сол қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, жаңағы айналса, ешқандай несі жоқ. Зияндылығы жоқ, қауіптілігі де аз. Ол ат деген жануар, оның біз көзбен көріп сезінетін аздаған нелеріміз бар ғой, олардың сезім мүшелері қатты дамыған. Ол атқа мінгеннен ақ сенің қандай екеніңді біледі. Егердем атқа мінген адамның мінез құлқы да өзгереді. Ол атты сен тәрбиелейсің, сені ат тәрбиелейді. Сондықтан тағы да айтам, ата-аналар балаларыңыздың рухын мықты бала тәрбиелеу үшін атқа мінгізу керек. Керемет. Соған қоссам, Сәкеміз айтқандай, былай қарағанда, мысалға Еуропада, Азияда, отырғыш халықтарда атқа мінгендері тек қана ақсүйектері ғана болған. Дұрыс қой. Қазақстанда, Монғолияда, көшпелі халықтарда атқа мінген бүкіл халық болған. Қара сүйекте атқа мінген, ақсүйекте атқа мінген. Сол үшін біздің қара сүйек отырықшы халықтардың ақсүйекке тең деп айтуға болады. Сол үшін біздің балдарымыз шынымен де аттың үстіне мінгенде ол ақсүйекке тең болады. Рухымен, мінезімен. Сүйек жағынан ұқсамаса да, рух жағынан тең дейсіз ғой. Жоқ, ол сүйек жағынан дегеніңізге мен ол пікіріңізге қарсымыз. Біздің қазақтың кез келген азаматы ақсүйек. Соны айтайын деп едім. Текті дейсіз ғой. Текті. Оны жаңағы дәлелденіп қойды ғой енді, мысалы, венгрлар да дәлелдеді, мадиярлардың несін алып. Ол жаңағы біздің текті екеніміз, жаңағы 7 атадан қыз алыспан, ол неге тақырыпқа тоқталмай қойық? Біз текті халықтың ұрпағымыз. Біз тек қана өзіміз соны мойындай алмай отырмыз. Шетел мойындаса ғана біз соны мойындаймыз. Дарынды балаларды да осы тектілікті де шетел бізді мойындап отыр.
біздің текті екенімізді. Шетелдіктер біздің балаларды неге асырап алуға құмар? Өйткені текті ұрпақтың балалары екенін біліп, біздің де ұрпағымыз текті болсын деп олар асырап алып отыр. Біздің қыздарымызға да үйленгісі келеді олар. Өзінің тегін жақсарту үшін. Біз тектінің ұрпағымыз. Қателеспеу керек бұл жерде. Жақсы түсінікті. Енді жаңа айтып жатырмыз, осы ат спортын, ат өнерін алға тартуымыз керек. Бұл деген пайдасы өте зор, денсаулыққа да пайдасы өте зор деп, әсері мол деп жатырмыз ғой. Жалпы қазақ өзі баяғыдан ежелден ат үстінде жүрген халық қой, мысалы. Осы орайда ат өнеріне қатысты қандай спорт түрлері қазір дамып жатыр тағы да? Мысалы, аударыспақ бар. Көкпарымыз бар. Осы көкпарды айтады, көкпарға қатысатын ер азаматтар көбісі былай дейді, көкпар тек қана нағыз еркек ойнайды дейді. Осы қаншалықты рас? Қазір шынымен қарасақ, екінің бірі көкпарға таласқа түсе алмайды. Өте дұрыс айттыңыз. Енді мынау мықты штангист болсын, мықты күресетін жігіт болсын, тағы да қандай мықты боксер болсын, егерде ол нағыз шабандозбен бәсекелесе алмайды. Біздің ата-бабамыз айтқан бұрыннан, жігіт 8 қырлы бір сырлы болу керек деп. Көкпар шабатындарды мен 8 қырлы жігіттерге теңеймін. Біздің әлі де көкпаршы шабандоздарды өз дәрежесінде бағалай алмай жатырмыз. Оны мен мынау Японияда күресетін күрес бар ғой? Сумо. Сумомен айналысатындарды қандай олар дәрежеге көтереді? Оларда нөмірі 1 болып саналады. Монғолияда оларда ұлттық спорт түрі ғой өздерінде. Монғолияда күрес түрін тура сондай жаңағы. Оларға өте құрметтеледі. Ал біздің әлі де біз бар нәрсені құрметтей алмай отырмыз. Мына біздің шабандоздарды өз дәрежесінде құрметтей алмай отырмыз. Біздің нағыз батырлар бұл шабандоз деген. Бұл нағыз жауынгер, нағыз ұрпақты тәрбиелейтін идеал дейміз ғой. Міне, сол шабандоздар. Сондықтан біз әлі де өзіміздің барымызды жарналамай, өзгенің жасығын жарнамалап жүрміз ғой. Қазір баладан сұрасаң, қайдағы бір боксерді айтады, қайдағы бір футболист айтады. Қателеседі. Міне біздің кімдер жаңағы, кімге еліктеу керек? Нағыз ер азаматтар деп шабандоздарды айтам. 8 қырлы бір сырлы. Одан артық айтатыным жоқ. Мысалға, бізде халқымызда бәрі ковбой деген біледі, самурай деген, рыцарь деген біледі. Ал біздің көне замандағы көшпелі халықтарда жауынгерлер, сақ заманда, көне түркілер замандағы жауынгерлер, сол кезде ковбой да болған жоқ, самурай да болған жоқ, әлі рыцарь да болған жоқ. Бұл бәрі кейіннен біз жақтан шыққан жауынгерлік өнерлері. Сол 5 қару, ол көшпелі халықтар арқылы бүкіл Еуразияға таратылды. Ол бізден шыққан өнерлері, бірақ біз оның бұл фактын танымаймыз, білмейміз. Тарихтың астарына үңілмейміз дейміз ғой. Иә. Сол үшін біз мысалы, мынау деген самурай, мынау деген сумошы, мынау деген күресші, мынау деген Тайсон. Бірақ біздің Сәке айтқандай шабандоздар, батырлар, ол деген ең жоғары. Ол деген сол кезде, сол уақытта ол деген спецназ деңгейінде болған батырлар. Иә, батырлар, иә. Енді тағы бір тоқталып кетейін. Мынау біз көптеген өзіміздің құндылықтарымыздан айырылып қалғанбыз. Мына испандықтар ма шалма тастайды ғой жаңағы. Бұзауға тастап жатады. Енді ол өнерді біздің ата-бабамыз қатты меңгерген, шалма тастау деген. Енді қарап отырсаң, кімге өкпелейсің? Ол өзімізге өкпелеу керек. Сол барымызды біз соларды спортқа айналдырып, жетілдіріп, жарнамалау керек. Кез келген қазақтың баласы бұрынғы кезде шалманы тастай беретін болған.
Қазір жойылып бара жатыр міне. Барымыздан айырылып жатырмыз. Сол барымызды біз жоғалтпай тірілтіп, келесі ұрпақтарымызға беру керек. Сол үзіліп қалса, ол біздің кінәміз. Қазіргі біз ұрпақтарымызға қастандық жасағанмен бірдей болып отыр. Тек қана біз бұрынғы ата-бабамыздың жасап берген нәрселерін дәріптеп, соны үйретіп, ары қарай жалғастыратын ұрпаққа тапсыра алмай отырмыз ғой. Сол бар нәрсені көрсете алмай отырмыз. Кім кінәлі? Әрине біз кінәлі. Кінәні өзімізден іздеуіміз керек дегендей. Дұрыс айтасыз. Енді мынау әлемді өзгерту үшін алдымен өзіңді өзгерт дейді ғой. Шынында өзіміздің мынау өсіп келе жатқан жастарымызға, одан кейінгі буындарға осы бір ұлттық құндылығымызды, спортымызды кеңінен насихаттап, солардың бір санасына сіңіріп өсіретін болсақ, онда олар да бір келешекте өскенде өздерінен кейінгі жас буынға жаңағы ұрпақтық сабақтастық дейміз ғой, сол сияқты қалдырып кетеді. Осылай ұлттық спорттарымыз жойылмайды. Былай айтқанда. Енді мына жалпы тарихқа үңілген кезде жаңа айтып жатырмыз ғой, 1001 ойын түрі болған. Соның ішінде негізделіп, іріктеліп, әйтеуір біздің есімізде қалған, көптің аузында жүрген осы жаңағы бәйге дейміз, көкпар қатты сақталған, одан кейін садақ ату, жамбы ату, осы бір санаулы ғана спорт түрлері қалғанда. Енді жаңағыны бір қайта оралайықшы, ұмыт болған спорт түрлеріне. Тағы қайсысын жаңғыртып, қайсысын қалпына келтірсек, қайсысын қоссақ болады? Тарих беттеріне қарасақ, қайсысы? Енді жақсы. Мынау қазір біз енді мына құсбегілік өнер дегенде ол да қазір жақсы дамып келе жатыр. Құсбегілік жаңағы. Сонымен қатар мына тазы иттеріміз біздің, қазақы төбеттеріміз, солардың жаңағы жағдайы әлі де мәз емес қой. Дамытатын, соны алға жылжытатын көптеген біздің мұраларымыз бар. Біз соны өз деңгейінде дамыта алмай отырмыз. Сондықтан ол бірін тартсаң бірі қалып жатыр. Соны бұны бүкіл халық болып, мемлекет болып бір жұдырыққа жұмылу керек қой. Сөйтіп дамыту керек. Ол жалғыз бір адамның несі емес. Сонымен қатар жаңағы кенже қалып атқан спорттарда көп. Енді тоғызқұмалақ қазір біраз деңгейге көтерілді. Қазақ күресі ол да жаңағы біраз деңгейге көтерілді. Осы сияқты басқа мынанда бұл қазіргі мына осылардың ережесі қазіргі заманға лайықталып өзгертіліп отыра береді. Ол ешқандай одан қорықпау керек. Дамыту арқылы оны жаңағы көрерменге әдемі қылып көрсету үшін ережелерін өзгерте беру керек, одан қорықпау керек. Сондықтан неғұрлым көп ізденіс болғаннан кейін ол жаңағы әртүрлі өзгерістерге ұшырай береді. Одан қорықпау керек. Жойылып кетуден қорқу керек. Мен бір қосайын. Мысалға біз бәріміз мына салт атты поло деген спортын білеміз, аттың үстінде конный поло. Оны қазір Европада ақсүйектер ғана ойнайды, ол сондай ақсүйектің спортының бір түрі деп саналады. Бірақ аз ғана адамдар білетін, ол Орта Азиядан шыққан, көне заманда Британия осы Индия арқылы Орта Азияға кірейін дегенде осы спортпен таныстырды. Сосын оны Англияға әкеп келіп, осы ақсүйектің спортқа айналдырды. Біз қазір соған қарасақ, ол біздің өнерімізден шыққан спорты екендігін білмейміз енді. Ол бізден шыққан. Оны да осындай секілді спорттарды қайттан жаңартып өмірге алып келуге болады. Біздің несінен, біздің нұсқасынан, тарихи деректерден алынған. Өзінің түп нұсқасынан. Мен енді негізі голландықтар біздің бұл ойынымыз дейді екен. Мына полоны. Осы біздің көкпар тартатын шабандоз жігіттер осымен айналысып, мынау Ақбұлақ деген жерде, Талғар жақта. 1-2 жыл айналысып, Европаның төрінде Германияда, жаңылыспасам Германияда жаңа қатысып, сол жерде жаңағы олар дәстүр қалай десем, ата-анасынан келе жатқан не екен?
бірін-біріне жалғасып. Дәстүрлі спорт екен. Жаңағы сол Голландияның өзін тасталқанын шығарып өтіп, сол екінші орын алып келді ғой біздің нелері. Сонда жаңағы голландықтар сұрайды дейді, сендердің айналысқандарың қанша жыл болды деп. Бізде 2 жыл болды десе сенбейді дейді екен. Біз жаңағы осымен айналысып жүргенімізге 15-20 жыл болды деп. Бұл да нені дәлелдейді? Жаңағы біздің жаңағы қазақ қанында бар екен, бар спорт екенін дәлелдеуге болады осы арқылы. Тура сол сияқты басқа спорт түрлері де жаңағы. Бізде мысалға сол поло туралы айтсақ, орта ғасырлардан қалған миниатюра деген сүгіреттер қалған. Біздің ата-бабаларымыз сол полоны ойнап жатыр, сүгіретте. Ал қазір ол Еуропаға көшіп кетті. Біз сол туралы ұмытқанбыз. Біз ол еуропалық спорт деп ойлаймыз. Бұл біз жақтан шыққан спорт екен. Ең алдымен тарихты оқу керек десеңізші. Ең алдымен тарихты оқу керек. Енді мынау спорттың қай түрін қарасақ та, жалпы басым көпшілігі осы бір қазақтың жерінен, қазақ тарихынан шыққан сияқты ғой, негізі сіздің айтуыңызша. Шын. Енді мынау рухани жаңғыру жобасы аясында біраз жаңағы істер атқарылып жатыр. Енді халқымыз рухани дамып барлық жағынан. Ұлттық спортқа келген кезде ұмытып кеткен ба деп қоямын мен бір жағынан. Осы ұлттық спортымызды кеңінен насихаттау барысында енді мынау жаңағы мектеп, колледждер көптеп салынса деп жатырсыз. Ұлттық спорт қауымдастығы құрылды ғой. Осының бір ұйымдастырумен спорт ойындары өтіп жатыр ма қазіргі таңда? Жаңағы қауымдастықтың ұйымдастыруымен жаңағы Қазақстан Республикасының біріншіліктері, чемпионат, біріншіліктері өтіп жатыр. Жаңағы айттым ғой, үлкендердің арасында жылына бір рет, жаңағы жастардың арасында бір рет, жасөспірімдердің арасында бір рет. Бұны жаңағы, енді мысалы футболмен салыстырып көрейікші. Футбол командалары жылына қанша рет ойнайды? Жылына енді кем дегенде... Алматының командасы Қайрат қанша рет ойнайды жылына? Алматының командасын алып қарайтын болсақ, енді жылына аптасында бір рет ойнайтын шығар. Енді жаңағы біздің ұлттық ойындарымыз жылына бір рет ойнайды. Аз ба, көп па? Дайындық практикасы жоқ. Бірінші жылдың басында жаңағы жарнамасы таратылып жаңғырылады да, одан кейін келесі жылға жеткенше қайта ұмытылып қалады деп жатсыз ғой. Тағы да бір мысалын келтірсем, мысалы қазір дәстүрлі садақ атудан ең мықты көтерілетін командасы ол Индонезиядан, Малайзиядан шыққандар. Мысалға менің бір профессор досым бар Малайзияда. Ол жалпы экономика профессор, бірақ өз институттың ішінде мына салты емес, дәстүрлі садақ атудан үйірмесін ашты, институттың қолдауымен. Оларда қыс жоқ, жылдың бойы олар жиналысады, жарыстар, дайындық өткізеді. Сол үшін қазір олар мықты көтеріледі. Бірақ ол сол дәстүрлі садақ ату, ол біздің дәстүрлі садақ ату. Ол Индонезияда, Малайзияда болған жоқ. Ол бізден шыққан дәстүр. Түсінікті, енді бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Арнайы алтын уақыттарыңызды бөліп, осы бір студиямызға келгендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді алдағы уақытта да бір осы тақырыпты тағы бір тереңінен қозғаймыз деген үміттемін. Құрметті көрермендер, қорыта айтқанда осы бір ұлттық спортымыз, ұлттық спорт түрлері ата-бабамыздан бізге келе жатқан кешегі мен бүгінімізді жалғайтын, бүгін мен ертеңімізді жалғайтын асыл мұрамыз, асыл қазыналарымыз. Сондықтан да осы бір ұлттық құндылықтарымыз бен салт дәстүрімізді ұмытпайық, жүрген жерімізді дәріптеп жүрейік. Қазақ ең бастысы, қай ғасырда да қазақ екенін ұмытпайық. Аман сау болыңыздар.